Кімге Алла жақсылық қаласа, сынап бастайды дейді. Сынақ келе бастайды. Имам Бұхариде келген сахих хадис. Алла. Біз наоборот сынақ келсе не істейміз? Что-то Құдайдың реніші туды-ау. Өйткені что-то жолым болмай кетті ғой. Біз наоборот жолым болмай кетті ғой деп айтамыз. Жолым болмай кетті-ау. Наоборот, ендеше ол кіммен басына сынақ келсе, наоборот, оның жолы ашық адам Аллаға қарай. Өйткені Алла тағала айтады ғой, кімге Алла жақсылық қаласа, сынап бастаймын дейді. Сосын айтады, қараңыз, енді мынау үшінші хадис, имам Ахмадта келген хадис. Ашаддун наси балаан, адамдардың ішіндегі сынақтың ең үлкені пайғамбарларда дейді, әл-анбия. Сумма салихун, сосын салихтарда. Сумма әл-амсал фәл-амсал, сосын одан кейінгілерді, одан кейінгілерді дейді. Соған ұқсастаны соған ұқсайтындарға. Сосын юптәл әл-мар'i аля қадри динихи, адам дейді өзінің дінінің дәрежесіне қарай сыналады дейді. Түсіндіңіздер ма? Яғни иманның дәрежесіне қарай сыналады. Фаин кана фи динихи зияда зида балауху. Субханалла. Егер оның діні артып бастаса дейді, бәләсі артып бастайды дейді. Түсініп, бәлә деген сынағы. Уаин кана фи динихи нақс қилля балауху. Егер оның діні азайып бастаса, сынағы азайып бастайды дейді. Алла. Түсінесіз? Оның иманы азайып бастаса, сынағы азайып бастайды дейді. Иманы көтеріліп бастаса, сынағы арта береді дейді. Зида деген артады, зияда болады. Түсінесіздер ма? Субханалла, бұл тағдыр да жігіттер, бұл тағдырға иман келтіру да бұл.